Адамның қартаюын ондаған жылдар бойы зерттегеннен кейін ғалымдар таңғаларлық нәрсені анықтады. 80 жастан кейін сіздің ағзаңыз жай ғана баяу қартаюды жалғастырмайды, ол өзгереді. The Lancet Healthy Longevity журналында жарияланған жаңа зерттеулерге сәйкес, әрбір адам 80 жасқа жеткенде 5 нақты биологиялық шектен өтеді. Бұл ұсақ өзгерістер емес, бұл бұлшықеттерінің жұмыс істеуіне, миыңыздың ақпаратты өңдеуіне және тіпті ұйқыңызға әсер ететін толық жүйелік қайта құрылым. Ең таңғаларлығы, бұл өзгерістер барлық адамдарда болады. Сіз 50 жыл бойы спортпен айналыссаңыз да, немесе мінсіз тамақтансаңыз да, 80 жастан кейін ағзаңыз бұл өзгерістерді автоматты түрде іске қосады. Кейбірі сізді қорғайды, ал кейбірі ескерілмесе жағдайы нашарлауы мүмкін. Бұл видеода мен 80 жастан кейін болатын 5 биологиялық өзгерісті түсіндіремін. Үшінші белгі соншалық нәзік, тіпті дәрігерлер де оны тексеріс кезінде байқамай қалуы мүмкін. Бірақ дәл осы белгі сіздің қаншалықты жақсы ұйықтағаныңызға және ми қызметінің қанша уақыт сақталғанына әсер етеді. Бастамас бұрын маңызды ескерту. Бұл видео тек ақпараттық мақсатта жасалған. Егер сіз өзіңізден немесе жақындарыңыздан осы белгілерді байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге жүгініңіз. Тек медициналық маман ғана қартаю белгілерін дұрыс бағалап, қалыпты өзгерістерді емдеуді қажет ететін жағдайларды ажырата алады. Бесінші, дәм сезу қабілеті әлсірейді. Бұл жай ғана талғампаздық емес, бұл тілдің нақты физикалық өзгерісі. 80 жасқа келген адам дәм рецепторларының шамамен 70% жоғалтады. Бұл микроскопиялық рецепторлар біртіндеп жойылады, бұрын олар тағамның дәмін толық сезінуге көмектесетін. Әдетте әрбір дәм рецепторы 10 күн сайын жаңарып отырады. Бірақ 80 жастан кейін бұл процесс айтарлықтай баяулайды. Нәтижесінде тағам дәмсіз болып қана қоймайды, бүкіл сезіну жүйесі өзгереді. Бұл қауіпті, өйткені дәм сезу сізді бұзылған тағамнан, улы заттардан және артық тұздан қорғайды. Дәм әлсіреген кезде адамдар байқамай тұз бен қантты көбірек қолдана бастайды. Төртінші белгі, терінің жазылу қабілеті төмендейді. 80 жастан кейін тері тек әжімденіп қоймайды, ол өзін қалпына келтіріп қабілетін жоғалтады. Бұрын бірнеше күнде жазылатын жаралар енді апталар немесе айлар бойы жазылмауы мүмкін. Бұл жай баяу жазылу емес, бұл жүйенің бұзылуы. Жас ұлғайған сайын коллаген өндірілуі күрт төмендейді, тері жұқарады және инфекция қаупі артады. Бұл келесі мәселеге әкеледі. Жараның баяу жазылуы, көгерудің жиі пайда болуы, инфекциялардың көбеюі. Үшінші белгі, ұйқы режимі бұзылады. 80 жастан кейін ағзаның биологиялық сағаты әлсірейді. Сіз түнде ерте оянасыз, күндіз ұйқышыл боласыз, кешке ерте ұйықтайсыз. Бұл жай ұйқысыздық емес, бұл мидағы уақыт реттеу жүйесінің әлсіреуі. Ұйқының бұзылуы тек шаршауға емес, ми қызметіне де әсер етеді. Терең ұйқы кезінде ми зиянды заттардан тазарады. Егер ұйқы бұзылса, бұл процесс нашарлайды. Екінші белгі, бұлшықеттер әлсірейді. 80 жастан кейін бұлшықеттер ыдырау күшейеді. Бұл құбылыс қартаю деп аталады. Жыл сайын бұлшықет массасы 1% азаяды, күш 2-3% төмендейді. Бұл тепе-теңдіктің бұзылуына байланысты болады. Ағза бұлшықеті ыдырауды жалғастырады, бірақ оны қалпына келтіре алмайды. Нәтижесінде әлсіздік, тепе-теңдіктің бұзылуы, құлау қаупі артады. Бірінші белгі, ми қайта құрылымдалады. 80 жасқа жақындағанда ми өзін сақтап қалу үшін қайта құрылымдалады. Ақ заттың нейрон байланыстарының шамамен 20% жоғалады. Соның орнын толтыру үшін ми жаңа байланыстар жасайды. Бұл ойлаудың баяулауына, ұмытшақтыққа, зейіннің төмендеуіне әкеледі. Бірақ бұл міндетті түрде деменция емес. Бұл бейімделу процесі. Не істеу керек? Егер осы белгілерді байқасаңыз, өзгерістерді жазып жүріңіз, дәрігерге көрініңіз, толық тексерістен өтіңіз, әрекет етіңіз, ағуызды көбейтіңіз, таңғы күн сәулесін алыңыз, белсенді болыңыз. Қорытынды. Бұл өзгерістер 80 жастан кейін барлық адамда болады, бірақ олардың әсері сіздің әрекетіңізге байланысты. Ерте байқап, дұрыс әрекет ету өмір сапасын айтарлықтай жақсартады. Сіз әлсіреп жатқан жоқсыз, сіздің ағзаңыз бейімделіп жатыр. Оны қолданыңыз. Білім мен әрекет және дұрыс күтім жасай біліңіз. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.